Енді қазір сіздерге мен өзімді таныстыра өтейін. Менің есімім Қымбат Бақытбекқызы, Алишоп Қытаймен бизнес компаниясының директоры болам, және де даму бизнес бастау курсының жетекшісі боламын. Енді қазір біздің осы Алишоп компаниямыз жалпы 2017-тен бастап прямой заводтан, яғни Қытайлардан 1688 сайты арқылы Қазақстанға тауар жеткізумен айналысамыз. Қазіргі таңда даму атты курсымыз бар. Бұл курсымыз негізі 2018 жылдың соңынан бастап барлыққа клиенттердің сұранысы бойынша жарыққа шыққан. Себебі одан бұрын мен логистикалық осы Қазақстандағы бизнеспен айналысатын, Инстаграм ашатын, Инстаграмда интернет-магазин ашатын, или болмаса бутигі бар, оптом тауар сататын кісілерге прямой заводтан логистикамен тауар жеткізіп беріп жүрдік завод бағасы бойынша. Соңына келе ол кісілер біз өзіміз алсақ прямой заводтан, өзіміз есептеп көзімізбен көрсек Қытайдың бағасын. Яғни біз сенің жаңағы өзің, мысалы енді олар мен басында мен оларға тауар әкеп беріп жүргенде білмейді ғой, мен оған қанша қосам, мен қанша пайда қосып отырмын. Енді өзімнің белгілі қызметімді қосам ғой. Сол бойынша жұмыс жасап жатқанбыз. Одан кейін қазіргі кісілердің бәрі өздері сол курсты оқып алып, прямой заводтан өздері алдырып, яғни көздерімен көріп, Қытайдағы бағаны өздері есептеп, солай жұмыс жасап жатыр, иә. Қазір енді біздің бір апталық осы даму курсымыз бар, және де алғаш рет, тұңғыш рет осы Қазақстанда біз Қытаймен бизнестің қазақша нұсқасын кітабын шығардық. Бұл кітабымыздың аты 1688. Маяқтан түсірші. 1688 сайты, 1688 атты кітабын шығардық. Бұл кітапта жалпы, бұл тұра берсін, тұра берсін. Жалпы мен сіздерге қазір мына жерде дайын не бойынша түсіндірейінші. Біздің Алишоп компаниямыз, жалпы осы Алишоп компаниясының директоры мен болам. Жаңа мен сіздерді өзім таныстыра өттім. Қымбат Бақытбекқызы. Біздің негізгі Қытайда осы 10 мыңнан астам, соңғы 10 айда мен өзім осы 10 мыңнан астам Қытаймен бизнес курсын 10 айда 6 мыңнан астам шәкірт тәрбиеледім, және де осы Инстаграм арқылы кемі айына 5 миллионнан жоғары табыс табамыз. Инфо бизнесмен әлеуметтік желілерде сатудан номер 1 практик. Және де бізде 4 жылдан аса уақыт Қытайдың 100-ден астам сенімді тұрақты заводтармен жұмыс жасаймыз. Яғни ол жерде кез келген тауарларды алдыра аласыздар. Яғни косметика бола ма, киім-кешек бола ма, или қандай заттар керек сіздерге, кез келген тауарларды Қытайдан прямой заводтан алдыра аласыздар. Бұл жерде біздің өзіміздің сенімді заводтан 100-ден астам заводтар бар. 10 мыңнан астам 20 мыңға жуық Қазақстанда клиенттеріміз бар. Постоянно біз арқылы тауар алдырып, курсымызды оқып, жұмыстарын дамытып, табыс тауып атқан. Алматы қаласында үлкен қоймамыз бар. Яғни Алматы қаласында офисіміз Төле би 286, яғни Каусар бизнес центрінің 4-ші этаж 412-ші кабинетінде офисіміз бар. Яғни ал енді сіздер көп кісілер айтуы мүмкін, яғни қазіргі мына тікелей эфирде сөйлеп жатқан кісінің қаншылықты тәжірибесі бар екен, бізге не беретіндей деген сияқты. Мен өзімнің тәжірибелерін бөлісіп өтейін. Яғни өзім осы Қытай Халық Республикасында өзім осы мамандық, өнер мамандық бухгалтерден бітіргем, және де бітіргеннен кейін уже мен сразу осы бизнес саласына кірісіп кеттім. Яғни Қытайдың үлкен компанияларында сату менеджерлерін басқардым. Сату өнер жағынан Қытайлар интернет рекламасын қалай дамытады, олар қалай өздерінің бизнестерін дүние жүзіне қалай сатып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, иә, қазір Қытаймен бизнес, яғни Қытайдың тауары тек қана Қазақстанда емес, жалпы дүние жүзіне 99%-ын елейді, иә. Олар қалай олай елеп отыр, олар қалай дамытып отыр. Өзім сол салада Қытайлардың компаниясында жұмыс жасап, өз көзімен көріп, тәжірибе алып келдім. Қазіргі таңда сол тәжірибелерімді осы Қазақстандағы үйренеміз, істеймін, дамимыз деген кісілерге үйретіп жатырмыз. Яғни мысалға өздеріңіз білесіздер, Қытайлар сайт жасап жатыр, иә, сайттарын бүткіл Қазақстанға емес, бүткіл дүние жүзіне шығарып, Қытайдың нарқындағы, ішкі нарқындағы тауарларды дүние жүзіне сатып, табыс тауып, Қытайлар уже байып кетті, өздеріңіз білесіздер, иә, өте бай мемлекет. Яғни жан-жақты дамыған. Яғни олар рекламасын қалай жүреді, қалай сатады, қалай бизнестерін интернет арқылы дамытып жатыр. Жалпы интернет онлайн бизнестің қыр-сырларын үйреніп, сол жерде тәжірибе жұмыс жасап, 3-4 жылдан астам уақыт жұмыс жасап, өзіме тәжірибе құртып, қазіргі таңда соны Қазақстанда дамытып, үйренем істейм дегендерге үйретіп жатырмын. Сонымен қатар
Бұл енді сол компанияларда жұмыс жасаған кезде түсірген фотоларым, қысқаша Қытайдағы түсірген фотоларым. Енді біздің Алишоп компаниясының командасы өте үлкен, яғни біздің өзіміздің сату бөліміміз бар, эксперт бөліміміз бар. Эксперт бөлімі деген жаңағы сіздердің заказдарыңызды прямой заводтан қытайлармен сөйлесіп, келісіп, алдырып заказ беріп беретін бөлім бар. Яғни кез келген тауарларды сіздер эксперттер арқылы жібере аласыздар. Менеджер қыздарымыз бар, SME маманы, яғни бұл біздің командамыз. Бізде мінекей Каусар бизнес центрі, яғни Төле би 286 дробь 4. Егер Алматыдағы кісілер болса, офисімізге келіп көрсеңіздер болады. Қолымызда да наличный тауарлары бар, келіп, егер бизнес бастаймыз деген сияқты басқалай нелер іздеп жүрсеңіздер, келіп сөйлесіп кетсеңіздер болады. Сонымен қатар бізде Алматыда офисіміз, жаңағы неміз складымыз бар. Складымызда 30-дан астам адамдар осы сіздердің Қытайдан келген тауарларыңызды реттеп, кез келген қалаға тарқатып беретін складта тұрақты складымыз және адамдарымыз бар. Онлайн бизнестің жасайтын, яғни онлайн бизнес пен офлайн бизнестің артықшылықтарын айтайын. Онлайн бизнестің артықшылығы сіздің уақытыңызды үнемдейсіз. Сіз күніге Инстаграмға тауар шығарып, реклама жасап, тауар сатуға күніге небәрі көп болғанда 2 сағат, әйтпесе жарты сағат уақытыңыз кетеді. Яғни таңертең бір, түсте бір, кешке бір жарты 10 минут уақытыңыз шығарып, дайындап қойған рекламаларыңыз салып отырасыз. WhatsApp-ыңызға арасында клиенттер келіп отқан клиенттерге жауап бересіз. Яғни бұл сіздің уақытыңызды үнемдейді. Яғни сіз белгілі бір жерде жұмыс жасап жүрген болсаңыз, өзіңіздің онлайн бизнесіңізді қосымша түрде алып жүруіңізге әбден болады. Яғни бұл уақытыңызды үнемдейді. Яғни сіздің жұмысыңызға кедергі келтірмейді. Екіншіден, сіз ешқандай нәрсені офисті или болмаса ешқандай бір магазинді арендаға алып ақша шашпайсыз, налог төлемейсіз. Дұрыс па? Сонымен қатар тәуекелсіз боласыз. Онлайн бизнес айналысаңыз. Яғни сіз бұрын бір жерге жұмыс жасап жүрген болсаңыз, или болмаса бір жерде жүрген болсаңыз, сіз енді тәуекелсіз емессіз ғой, яғни уақыты болады, одан кейін сізге еркін боламайсыз, бір тұрақты нәрсе болады деген сөз. Ал бұл сіз онлайн бизнеспен айналысатын болсаңыз, тәуекелсіз боласыз. Яғни сіз кез келген жерде сіз жүріп соткамен жасай бересіз. Сізге обязательно бір жерде болу керек, яғни болмаса бір жерде міндетті түрде бір жерде болу керек деген сөз емес. Сіз шетелге шығып та сол онлайн бизнесіңізді жүргізе беруіңізге болады. Сол үшін сіз тәуекелсіз боласыз, сонымен қатар ақша көп таба аласыз, яғни табысты боласыз. Өйткені қазір бәрі онлайн бизнес, онлайн сатып алу болып атқаннан кейін сіз қазір адамдар, мысалға сіз базарға бір бутик ашып алатын болсаңыз, сіз тек қана өзіңіздің маңайыңыздағы сол қалаңыздағы адамдар ғана алады, сізден тауарды. Ал егер сіз онлайн сататын болсаңыз, сіз бүткіл Қазақстанға сатуыңызға болады. Яғни сіз Шымкент қаласында отырып онлайн тауар сататын болатын болсаңыз, сіз Алматыға да, Ақтау, Атырау, бүткіл Қазақстанның барлық қаласына реклама жіберіп сатуыңызға болады. Яғни сіз ақшаны көп табасыз деген сөз. Егер сіз тек қана Шымкентте тұрып Шымкент базарынан сататын болсаңыз, сіздің маңайыңызда бір ұзап кеткенде бір тұрақты адамдар бар, олар кешке шейін сізден ала бермейді ғой, бір рет алғаны оларға қажет емес деген сөз. Яғни сіздің табысыңыз тұрақты және аз ғана болады да. Енді сіз бүткіл Қазақстанға сататын болсаңыз, онда сіздің клиентіңіз күннен күнге көп болады, табысыңыз да күннен күнге еселеп артатын болады. Яғни сіздің алған біліміңіз, тәжірибеңіз көбейген сайын сіздің табысыңыз да бірге еселеп артады. Ары қарай даже сіз шетелге де тауар шығарып сатуыңызға әбден болады. Онлайн бизнес жасауыңызға болады. Мінекей. Сонымен қатар, яғни отбасының қасында боласыз, отбасыңыздың қасында боласыз. Яғни сіз отбасыңызбен бірге саяхаттап, қыдырып жүріп те сіз онлайн бизнесіңізді жүргізе аласыз. Яғни үйіңізде отырып жүргізе беруіңізге болады деген сөз. Мысалы, кейбір кісілер бала шағам бар, мен жұмысқа шыға алмаймын дейді ғой, сөйтіп отырып қалады жұмыс істемей, күйеуінің ақшасына сүйеніп. Егер сіз отбасыңызда отырып онлайн бизнес қалай жасауды үйреніп алатын болсаңыз, онлайн тауарды қалай алып үйреніп алатын болсаңыз, үйіңізде отырып ақ жасай бересіздер. Кез келген уақытта қалаған істерді істей аласыз, бұны жаңа айтып өттік. Яғни онлайн бизнес жасаудың сіздерге плюсы осы. Мен өзім мысалға пример дәлел бола аламын. Яғни мысалға 10 жыл болған бутик ашқан, тауар сатып атқан, офлайн бизнес жасап атқан кісілер бар ғой. Сол кісілердің қазір табатыны ұзақ кеткенде айына миллион или болмаса 500 мың, 300 мың табады. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің аумақтарыңызда бір магазин болады ғой, продукт сататын магазин, солардың ең көп табысы 300 мың, ең аз дегенде 150 мың табады да оларшы. Бірақ олар ашқанына 20 жыл болған, 30 жыл болған, 50 жыл болғандар тұрақты сол 300 мың тұрақты табады.
50 жылдан кейін де сол тұрақты 300 мың тауып отыр. Өйткені ол өзінің маңайында ғана, сол өзінің маңайында тұратын үйлерге ғана саталады продукты, ол бүткіл Қазақстанға сатылмайды деген сөз. Сол үшін ол офлайн бизнес ашқандар. Ал қазір біз не істедік? Уже ашқанымызға енді ғана болды мысалға, сіз енді ғана аштыңыз, сразу уже сіз реклама арқылы дамып, өзіңізді сразу брендіңізді қалыптастырып, сіз ол кісілердің кетірген 10 жылын сіз 10 жылына сіз 1 жылда жетіп қоясыз. Даже сіз осы құралдарды, интернет құралдарын толық меңгерген болсаңыз, даже оған 1-2 айда жетуіңізге болады, Себебі бұл қазір интернет деген вирус болды қазір. Интернет сатып алу, интернет даму деген өте дамып жатыр. Сол үшін сіз басқалардың 10 жыл, 20 жыл шаршаған еңбегін онлайн бизнестегі маңызды құпия құралдарды үйреніп алатын болсаңыз, сіз оған 1-2 ай, 3 ай, жарты жыл уақыт кетіріп, сол адамдардың деңгейіне шығып аласыз деген сөз. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, онлайн бизнеске өтіңіздер. Заманауи боламыз, заманауи табыскер боламыз десеңіздер, онлайн бизнеске өтіңіздер. Енді онлайн бизнес жасау үшін бізге ең маңызды нәрсе, өздеріңіз білесіздер, тауарсыз бизнес емес. Осыған келсесіздер ма? Тауарсыз бизнес емес. Аудағы нәрсе ол бизнес емес. Оның болашағы жоқ. Егер сіз болашақта өзіңіздің тауарыңыздың брендін қалыптастырып, кәдімгі мысалы Chanel, iPhone деген сияқты бренд тауарлар бар ғой, сол сияқты қылып өзіңіздің брендіңізді қалыптастырып, онлайн дамытам дейді екенсіз, сізде міндетті түрде тауары болу керек бірінші. Өйткені тауарсыз бизнес емес. Өйткені ол сіздің аудағы нәрсеңізді елдер ала бермейді ғой кешке шейін. Олар үйреніп алады, біліп алады, одан кейін оларға керек емес деген сөз. Сол үшін сіз белгілі бір жақсы хит, бірінші жаңа, новый, адамдардың проблемасын шешетін, қажетінен шығатын жаңа заттарды кіргізу керексіз. Яғни сіздің онлайн сататын тауарыңыздың бағасы арзан болу керек. Базардан, басқалардан арзан болу керек сіздің тауарыңыз. Себебі сіз базардағы бағамен бірдей сататын болсаңыз, или болмаса сіздің тауарыңыз базардағы тауар болатын болса, одан кейін сіздің тауарыңыз ешқандай да бір адамға қажеті жоқ болатын болса, проблемасын шешпейтін болса, ол тауары Инстаграмда 1000 құбылтып, 1000 реклама қылып күштілеп жасасаңыз да өтпейді ол. Сол үшін сіздің тауарыңыз бірінші жаңа хит болу керек, адамдардың қажетінен шығып проблемасын шешу керек. Одан кейін базардағы тауарларға қарағанда жаңа, одан кейін арзан болу керек бағасы. Арзан болу керек. Ондай тауарларды сіздер қайдан аласыздар? Яғни заводта. Ондай тауарлар тек қана заводта. Барахолкада емес, Қазақстанда жоқ ондай тауарлар, тек қана прямой заводта. Яғни тауарларды өндіретін завод қайда орналасқан? Тауарларды бүткіл дүние жүзіндегі тауарларды өндіретін завод Қытайда. 99% Қытайда орналасқан, өздеріңіз білесіздер, Себебі не? Қытайда не үшін орналасқан? Себебі Қытайда шикізат арзан, бірінші, және де бүткіл тауарларды өндіретін заводтар техникасы барлығы Қытайда өндіріледі. Мысалға бір пакет өндіру керек болатын болса, соның техникасы, аппараты Қытайда. Қытайлар жасай алады. Не үшін? Өйткені ол жерде жаңағы шикізат, бүткіл техниканың бәрі сол жақта дамып жатыр. Арзан мысалға, адам күші, еңбек күші арзан деген сөз. Сол үшін барлығы арзан болған үшін, техникалардың барлығы Қытайда арзан болған үшін, ол заводтардың барлығы Қытайда болады. Сол үшін сіздерге қажетті жаңа онлайн бизнес жасауларыңызға қажетті тауарды сіздер прямой заводтан алдыру керексіздер. Егер интернетте дамытам десеңіздер, жоқ, мен барахолкадан алып сата берсем болады деген десеңіздер, ол ұзаққа бармайды. Себебі барахолкадегі адамдардың барлығы жоқ Қытайдан оптым әкел, оларды оптым сатады да. Сіз бір алас, екі алас, клиентіңіз екінші, үшінші сізден алмайды. Себебі сіздікі қымбат. Басқалардың қарағанда уже қалып қалған, уже анандай жаңалықтан қалып қалған да уже. Андай неден дейді, модадан қалып қалған ғой. В общем, сіз киім сатсаңыз да сол да. Сіз Инстаграмда киім сататын болсаңыз, куртка сататын болсаңыз, сіздің ескі қалып қалған бір барахолкадан әкеліп тауарын әкеліп сатып отырсаңыз өтпейді ол. Мысалы, жарайды алады шығар, бір ауылдағы ақшасыз кісілер алады шығар, одан ары қарай уже қазіргі мысалға ақшасы жоқ деген адамның да, мысалға бала шағасының өзі новый нәрсеге жүгіреді. Ақшасы жоқ болса да жақсысын алуға тырысады, жаңасын алуға тырысады, заманмен бірге жүруге тырысады. Адамдардың санасы өзгерген сайын адамдар жақсы нәрсеге жүгіреді қазір. Білесіздер ма? Сол үшін біз сол адамдардың қажетіне шығуымыз керек. Соларға жақсы, жаңа, новый, арзан заттар тауып беруіміз керек. Сол үшін ондай заттардың барлығы прямой заводтан ғана алсаңыз, сізге ең жақсы сапалы нәрселерді ала алатын боласыздар. Сол үшін бірінші сіздерге онлайн бизнестеріңізге өте керек бірінші нәрсе, дәйекті нәрсе, ол тауар, арзан тауар. Енді қараңыздар, барлықтарыңыздың проблемаларыңыз кредит, басыңызда кредит бар,
қазір екінің бір айтатын кредит қашан төлей аламын мен кредит деп. Бірдеңе бастайын десе кредит алайын дейді. Кафе ашам десе де кредит алады. Бала оқытам десе де кредит алады. Мысалға, барлық адамның басында кредит бар. Бірінші проблема. Екіншісі, ай сайынға ақша жетіспеушілік. Яғни сіздер мысалға ай сайын ақшаларың жетіспейді, бала шағаларыңыз бар. Енді бір өзіңіз болса жарайды жетсін шығар, сіздің бала шағаңыз бар, үйіңіз бар, общем арман мұраттарыңыз бар. Сол кезде сіздердің ақша жетіспеушілік ең үлкен проблема, қазіргі адамдардың проблемасы. Және де балаңыздың болашағы, ең бастысы балаңыздың болашағы. Балаңыз ертең мықты мектептен оқып, шетелге шығып, бай болып, жақсы өмір сүріп, сіздің көрмеген қиыншылықты көрмей жақсы болып өту үшін сізге, яғни қазірден бастап мол табыс табу керексіздер. Егер сіз базардан бірдеңе ашып табыс табам деп отырсаңыздар, 10 жыл болса да сол 300 мыңды тұрақты ғана тауып отырасыздар. Егер сіз онлайн бизнеске кірісіп кететін болсаңыз, бизнес бастап кететін болсаңыз, бизнес ашып алатын болсаңыз, онлайн үйде отырып ақша тауып отырасыздар, еркіндікте боласыздар, және де бос уақыттарыңызды пайдалы нәрсеге жұмсап, яғни өзіңізді саяхатқа шығып, ақшаңыз болған кезде кез келген арман мақсаттарыңызға жететін боласыздар. Ол үшін сіздерде көп ақша болу керек. Көп ақша болу үшін онлайн бизнеспен айналысу керек, Жақсы, енді кеттік. Біз жаңа айттық, онлайн бизнеске ең қажетті нәрсе арзан тауар деп. Қараңыздар, Қытайдың зауытында мынандай курткалар хит болып атқан, мынандай қазір хит болып атыр ғой, 2019-2020 ең хит болып атқан курткалар бар мысалға, Олар зауыттағы бағасы небәрі, қазір есептеп берейін сіздерге, мына жерде 38 юан деп тұр. 38 юанды көбейтеміз 70-ке. 2660 теңге, Қазір хит болып атқан Қазақстанның базарында кемі 10 мың, 15 мыңнан сатылып атқан куртка Қытайда небәрі 2660 теңге. Қазақстанға келдім дегенше жарайды бір 3 мың, 3,5 мың, 4 мың болатын шығар, Соны енді сіз не істейсіз? 3 мың, 3,5 мың алып аласыз да, Қазақстанға интернетте сататын болсаңыз, мынаны жарайды 10 мың, 15 мыңнан сатпай қойыңыз, 7 мың, 8 мың деп сатсаңыз, елдер қырылып алады ғой, мынаны. Өйткені бұл хит, өзі жаңа модель, өзі арзан, өзі сапалы, өзі жақсы тауар, Енді осыны сіз Қазақстанға онлайн бизнеске кіріп сататын болсаңыз, сіз кәдімгідей 3 мың дейікші, жарайды, келгенше бұл 3 мың болатын болса, сіз бұны 8 мыңға сататын болсаңыз, сіз 5 мың теңге бір курткадан пайда қалады сізге, 503-тік сататын болсаңыз, 5 мың теңгелік курткадан сізге қалатыны 2 миллион 500 мың теңге. Яғни 2 миллион 500 мыңды офлайн продукт сатып магазин ашып отқандар, офлайн базарда жұмыс жасап отқандар 2 миллион 500-ді 30 жыл бойы жасаса да бір айда таба алмайды, Сіз егер осы онлайн бизнесті прямой заводтан алып жасайтын болсаңыз, сіз бұл ақшаны уже бір айдың өзінде тауып аласыздар. Дұрыс па? Ол үшін сіз прямой заводтың осы бағаларынан алудың жолын білу керексіздер, осы заводтан. Одан кейін қараңыздар, мынандай хит болып атқан тауарлар бар, Мысалға, мынандай хит болып атқан брендовый тауарлардың қазір 120 юан көбейтеміз. 8,5 мың теңге, мысалға, хит брендтер, Осы жақта 25 мың, 35 мың, 40 мың деп мегаларда сатылатын күшті курткалар мынандай аяқ киіммен. Небәрі 8,5 мың теңге болады екен. Қазақстан келгенше 9 мың болса, сіз оны 25 мыңнан сатпасаңыз да, 20 мыңнан сататын болсаңыз, 25 мың, 30 мыңнан сатпай қойыңыз. Интернетте сіз 20 мыңнан сататын болсаңыз, 11 мың 600 теңге сізге пайда қалады. Одан егер сіз 503-тік сатып үлгеретін болсаңыз, 5 миллион 800 мың теңгені сіз брендовый тауарлар сатып тауып алатын боласыздар. Сіз егерде мұнан мысалы 20 мыңнан сатсаңыз интернетте 19.900 деп сататын болсаңыз Инстаграмда, ал басқалар оны Мегадан, Апорттан 25 мың, 30 мың, 50 мың деп көретін болса, әрине сізден алады. Өйткені моделі, сапасы бәрі бірдей. Адамдар қазір арзанына жүріп жатыр, өйткені қазір карантин, адамдардың бәрі ақшалы емес қой, Сол үшін бәрі жақсы нәрсе алғысы келеді, бірақ арзанды алғысы келеді. Міне болды, сіз адамның қажеттен шығып тұрсыз, өзі жақсы, өзі арзан, Все, онлайн бизнес деген енді осындай бір дайын сізде дәйекті тауар тұрғанда сіздің бизнесіңіз жүрмейді дегенге мен сенбеймін. Осындай бағада тауарды сіз интернетке әдемілеп шығарып қойсаңыз, базардағы, одан кейін мегадағы бағадан арзан болып тұрса, кім алмайды, сізден алады ғой, әрине, Өйткені уже сіз қажетінен шығып тұрсыз деген сөз. Сонымен қатар жаңа сіздерге айттым, 1688 сайтын жаңа біз онлайн бизнеске қатысты Қытайдан заводтан тауар алу деп. Бұл 1688 сайтындағы тауарлардың бағасы. Енді мен сіздерге 1688 сайтын көрсетейін, Ол мына жерде Google-дан ашасыздар. Яғни Қытайдың 21 миллион завод тіркелген 1688 сайты. Бұл сайтта жалпы
Қытайдың ішкі зауыттары тіркелген. Бұл жерде бағалар өте арзан. Сіздер білесіздер ма? Қазір мен сіздерге бір сұрақ қояйыншы. Комментарияны ашып бір сұрақ қояйын. Alibaba, AliExpress, Zom деген, сату KZ деген сияқты сайттарды білесіздер ма? Мысалға, бізде мысалы Сулпак бар, Сулпак бар, Белине деген бар, одан кейін сондай сотку сататын, ноутбук сататын, сосын кейін жаңағы Қытайдың тауарларын сататын шетелдегі сайттар бар ғой, Alibaba деген сайттар, Ол сайттарды білесіздер ма, естіп көргенсіздер ма жалпы? Ол сайттар өте қымбат, мейстер. Сіздер AliExpress'ті ойлап жүрсіздер ғой, мынау Қытайдың сайты арзан екен ғой деп кейбір кісілер AliExpress'тен Alibaba'дан заказ беріп жүр да. Ол жерде AliExpress, Alibaba'дан заказ беріп жүрсіздер да, сіздерше. Ол жерде қымбат, мен сіздерге айтайын. Мысалы, мынау Alibaba'да бұнымен жұмыс жасамаңыздар. Енді біз сіздерге қазір прямой Қытайдың ішкі зауытын көрсетейік. Ішкі зауытын көрсетейік. 1688 деген бұл Қазақстанның сайты емес, бұл Қытайдың ішкі, мен сіздерге айтқан ішкі зауыты. Бұл жерде мысалы 21 миллионнан астам зауыт тіркелген. 21 миллион зауыт, 21-ден астам миллион тауардың түрін шығарады бұл жерде. Түрлері өте көп. Мысалы, бұл жерде киім де шығарады, кроссовка, мебель жасайтын аппарат, пакет өндіретін аппарат, дейсің ба, техника, не қалайсыз? Косметика, киім кешек, общем, ішпек жемектің өзі бар бұл жерде керек болса. Бәрі бар бұл зауытта, сайтта. Мысалы, Қазақстанда бір сайтта тек қана бір ненің зауыттың несі болады ғой, ал бұл жерде барлығы бар. Бұл жерде тауарлар өте арзан. Қараңыздар. Енді бұл жерден сіздер міндетті түрде қытайша жазу керексіздер. Яғни біз осы даму бизнес бастау онлайн бизнес бастау курсымызда сіздерге осы 21 миллион зауыт тіркелген 1688-ден сенімді, сапалы, Қазақстанның бағасынан 2-3 есе арзан хит тауарларды көруді, есептеуді, сапасын тексеріп, заказ беруді үйрететін боламыз. Және де сіздерге Қазақстанның нөмірімен тіркеп беретін боламыз 1688 сайтын. Және де Қытайда тек қана бұл 1688 сайт емес, Taobao, Tmall брендеуи тауарлары шығаратын, шетелдің тауарларын шығаратын, техникалық тауарлар шығаратын тағы ішкі сайттар бар. Біз оны курс барысында сіздерге үйрететін боламыз. Яғни мынаның бәрі сіздерге қытайша болып тұр ғой, ешқандай түсінбейсіздер, Бұл жерде сізге біз осыны қалай қазақшаға, орысшаға айналдырып, қалай осы сайтпен жұмыс жасап, заказ беріп, сізге онлайн бизнесіңізге қатысты тауарларды қалай іздеп, заказ беруді үйретеміз. Мен сіздерге айтпаймын, бұл сайттағы тауарлардың барлығы, бұл сайттағылардың барлығы зауыт деп айтпаймын. Себебі бұл жерде магазинде бар, зауытта бар, ішкі құпия зауыттарда бар бұл жерде. Мысалға, бұл жерде ішкі құпия зауыттардан алып, магазиндер өздері сайт жасап, мына жерге зауыт біз деп тауар сатып отырған зауыттарда бар. Сол үшін менің осы соңғы кездерде зерттеп шыққан ішкі құпия зауыттарын біз уже таптық. Бізде бұрын сол магазиндерден алып жүргенбіз, біз оны зауыт екен деп жүргенбіз, бірақ та мен соңғы кездері осы кітап шығарамын деп ізденіп, Қытайдың сайттарына кіріп, Қытайдың бүткіл ақпараттарына кіріп, өзім білдім уже, таптым да. Бұл жерде ішкі сайттарда бар екен, құпия сайттарда, яғни құпия зауыттар бар екен. Қазіргі мынаның бетінде шығып тұрған зауыттар, олар просто магазин, яғни олар ішкі құпия зауыттардан алып, баға бірге-бірі қосып, бізге сатады екен. Енді мен соны көрдім уже, материал топтап, осы кітап шығарам деп, көп уақытта өзім жұмыс жасап, уже білдім. Қазірге дейінгі тәжірибемде мен уже анықтап шықтым. Мен қазір даму бизнес бастау курсында, или осы бұрын 1688 сайтынан үйреніп, әлі магазиннен қымбат бағада алып жүрген кісілерге, қазір мен сол құпияны даму бизнес бастау курсында ашатын боламын. Яғни ішкі құпия зауыттардан, прямой сол зауыттан алуды үйрететін боламын. Сіздер де өздеріңіз соңғы кезде байқап жүрген шығарсыздар. Біз қазір Инстаграмға, біздің каталогтарға өте арзан бағалар шығарып жатырмыз. Біз бір куртканың өзі небәрі 4000 теңге, 3000 теңгеде шығарып жатырмыз да. Бірақ оны сіз мына сайттан іздейтін болсаңыз, ол кемі 7000, 8000, 10000 деп тұр. Бірақ біз оны ішкі құпия зауыттардан алдық. Енді мен соны қайдан алғанымды сіздерге даму бизнес бастау курсында көрсететін боламын. Яғни сізде енді басқаларға алдана бермей, 1688 сайт бәрі зауыт екен деп
қымбат бағада ала бермей, аз болса да қалтаңызда қалсын ақша, зауыттан алып үйреніңіз. Қазірден бастап уже сізге қажетті нәрсе ішкі құпия зауыттардан тауар алу. Енді қараңыздар, бұл жерде енді мен сіздерге енді бұл қазіргі бір сағаттық тікелей эфирде ішкі құпия зауыттарды таныстырып, заказ берудің барлығын үйретіп тау салмаймын. Өте көп ақпарат, бір апталық ақпарат бар сіздерге беретін. Бірақ мен бұл бір сағаттық ақпарат, бір сағаттық уақытында да өте жақсы ақпараттарды, пайдалы ақпараттарды беремін. Бір аптада одан да көп ақпарат беретін боламын. Енді сіздерге мен қысқаша ғана бір тауар іздеп көрсете салайын. Бұл жерде тауарлар өте көп. Оның бәрі сапалы деген сөз емес. Ол жерде сапалысы да бар, сапасы да бар. Зауыттар өте көп, алдайтын да бар, алдамайтын да бар. Енді мен сіздерге даму курсында алданбайтын жақсы зауыттарды қалай өз тәжірибем арқылы қазір мен 100% жақсы зауыт таба аламын. Өте тәжірибем өте мол, зерттедім, кірдім, істедім. Осы қазірге дейінгі тәжірибелерімді мен даму курс барысында сіздерге алданбай, сенімді, сапалы, ұялмай сата алатын хит тауарларды, жақсы зауыттарды табуды үйрететін боламыз. Яғни мен сіздерге сол тәжірибем бойынша қазір тек қана бір зауыт іздеп көрсете салайын. Өйткені уақыт өте шекті бізде. Мысалға, жаңа 2020-да хит болып атқан деп іздей салайын. Негізі сіздер бұл жерге орысша жазып барып, қытайша аударып барып іздейсіздер. Курс барысында оның өте оңай жолын қарапайым тілдермен халыққа жеткілікті етіп үйретеміз. Өте оңайластырылған түрін үйретеміз. Қазір мен сіздерге просто қытайша жазып іздей берейін. Қазір мына жерден қытайшаға өзгертіп алайын. Мысалға 2020-да хит болып атқан қыздардың курткасы. Үйрунфу деп айтылады қытайша. Енді іздейміз. Қазір мына қызыл бассаңыздар, іздеу деген сөз, соны басасыздар. Қысқаша ғана осы бір сағат уақытыма жететіндей ғана көрсетейін. Бірақ та полный ақпаратты мен бір апталық курста сіздерге көрсететін боламын. Ал бұлар осы 2020-да хит болып атқан курткалар. Қытайда енді ғана шыққан курткалар. Енді қараңыздар, бұл жерде фотосына қарасаң бәрі прям күшті фотошоппен жасап қойған. Бұл жерде арзан да бар, сапалысы да бар, сапасыз да бар, зауыты да бар, магазинде бар. Яғни енді мен сіздерге бұл жерде прямой зауытқа шығуды үйрететін боламын курста. Прямой зауытқа шығуды үйрететін боламын, Енді қараңыздар, мен сіздерге осы прямой зауыт екенін қалай білетінін, сапасының жақсы екенін қалай білетінін негізі курста үйретемін. Бірақ та мен сіздерге қазір бір фишкасын айта кетейін. Яғни, бұлдардың сапасын тексеруде ең бірінші осы зауыттардың жасаған жылына қарайсыздар. Мысалы, мына жерде 1 жыл болды деп тұр. Қараңыздар, міне тұр, 1 деп тұр ғой, бұл 1 жыл болған зауыт. Яғни біз 1 жыл болған зауыттармен жұмыс жасамаймыз. Себебі бұлар уақыттары аз, тәжірибесі аз, және де бұлардың тауарының сапасы да, бұлар сразу көп ақша тапқысы келеді, клиент жоғалтып алу деген нәрсені ойламайды. Арзан материалмен шығарады тауарларды. Және қызметі де жүйеге түспеген, кемі 3 жылдан жоғары болу керек. Кемі 3 жылдан жоғары болған зауыттар қарайсыздар. Мысалы, мынау 7 жыл болған зауыт, кірейік осыған. 7 жыл болған зауыт қараңыздар, өте керемет. Жағасы натуральный, қараңыздар, өте жақсы модель, күшті өтеді. Нешет, еще мынаның іші мынандай қалың не екен, қойдың жүннен, қасқырдың, түлкінің жүннен жасалған, яғни новый екен. Мына жерде светтері бар, қараңыздар, мына жерде размері бар. Қытайдың размері бір размер маламеркі жүреді. Егер сіз елка киетін болсаңыз, Турцияның размерімен, онда сіз Қытайдан Excel аласыз, Енді қараңыздар, бағасын есептеп берейін. 53-тен жоғарасаң 76 юан дейді. Енді мен сіздерге қысқаша 78 юанды плюс тасап қосатын болсақ, көбейтілген 70, сонда бұл небәрі 6160 теңге екен. Натуральный, мынандай жағасы натуральный, мынандай іші жүн, мынандай қалың новый курткалар Қазақстанда барахолкада кемі 15 мың, 25 мың, 50 мың деп тұрады даже. Одан да қымбат натуральный жағасы барлар өте қымбат бұл жақта, білесіздер өздеріңіз, қалың курткалар қыста киетін. Енді сіздер қазір Қытаймен бизнесті үйрену арқылы өздеріңіз прямой зауыттан 6000 теңгеге алып кисеңіздер де болады, сатсаңыздар да болады. 6000 теңгеге алып
алып, жарайды бір 50 мың, 60 мыңнан, 20 мыңнан сатпасаңыз да 6 мың теңгеден алып бір 15 мыңға сатыңыз, минус 6 мың теңге болатын болса, сіздерге 9 мың теңге пайда қалады. 500 штук сататын болсаңыздар, сіздер 4,5 миллион, 5 миллионға таяу табыс табасыздар. Көрдіңіздер ма? Қазір мына жерде бағана мен мынау айынан 5 миллион табамын дегенде шошып кеткен шығарсыздар сіздер, мынау өтірік айтып жатыр ма деп. Мен шын ақиқатты айтып жатырмын. Көрдіңіздер ма? Тауармен айналысып жатырмын. Мен курс елдерге үйретіп жатырмын. Ондай табыс табу деген онлайн бизнесте оңай нәрсе. Мен сіздерге айтайын. Тек қана сіздер қалай реклама жасау, қалай тауар алу, қалай сату, оны үйреніп алсаңыздар болды. Яғни онлайн бизнеске қатысты жақсы 5 құралды үйреніп алсаңыздар, сізге ешқандай нәрсе қиын болмайды. Табыс табу қиын емес, онлайн табыс табу. Енді осылай іздейсіздер. Жалпы ары қарай дәлше оның 4 құпиясы бар. Қытайдың сенімді, сапалы, арзан ішкі зауыттарды табуды. Мен мысалы сіздер көрсеткен мынау ішкі зауыт емес, бірақ мен сіздерге бұдан да арзан, 2 есе арзан бағада да ішкі зауыттар табуды мен сіздерге біздің бір апталық даму бизнес бастау курсында үйрететін боламын. Бірінші, сіздер бұл даму бизнес бастау курсында осы полный осы Қытайдан тауар алу, Қытаймен бизнесті полный үйреніп шығатын боласыздар. Өздеріңіздің сайттарыңызды өздеріңізге тіркеп береміз. 1688 сайт арқылы қалай заказ беру, қалай зауытпен бағасыменен алуды, прямой зауытқа шығуды, сапасын таңдауды үйрететін боламыз. Бізде арнайы тұрақты складымыз бар. Ары қарай үйреніп алғаннан кейін дәлше біздің складпен жұмыс жасап, егер ақшасын төлем жасай алмасаңыздар, біз төлем жасап, барлығын жұмыс жасап береміз. Тіркеп бер десеңіздер тіркеп береміз. Бірінші біздің үйренетіндеріңіз осы. Екінші, сіздерді клиент әкелетін, яғни клиенттің қызығушылығын оятып, сатылым әкелетін реклама құралдары. Яғни сіздер тауарды алып алғаннан кейін, мен онлайн бизнес жасайым деп тауарды алып алғаннан кейін үйлеріңізге қойып қойсаңыздар, мен үйде отырып жұмыс жасайым, тауар алып алдым, мен арзан тауар бар деп қойып оны ешкімге айтпасаңыздар, оны интернетке шығармасаңыздар, сіздер оны Қазақстанның барлық қаласына қалай сатасыздар, Сол үшін сіздерге Қазақстанның барлық қаласына қалай сатуды үйрену керексіздер. Яғни ол реклама. Қазір білесіздер, онлайн бизнеста ең қажетті нәрсе бірінші тауар болса, екінші реклама. Яғни любой бизнесті дамыту үшін, брендке қалыптастырып, көп табыс әкелу үшін оған екінші керек нәрсе реклама керек. Реклама ол таргет рекламасын білесіздер, таргет рекламасы дегеніміз, сіз үйіңізде отырып, мейлі Инстаграм арқылы, мейлі Фейсбук арқылы жасайсыздар. Сіздер, мысалы, Инстаграмдарыңызда 100 адам болатын болса, сіздер таргет рекламасы арқылы өздеріңіздің бизнестеріңізді, өздеріңіздің онлайн тауарларыңызды бүткіл Қазақстанға, 50 мың адамға, 100 мың адамға, даже шетелге де көрсетіп шығарып сатуларыңызға әбден болады. Бұл екінші сіздердің біздің курстан алатын пайдаларыңыз. Екінші, яғни сіз рекламаны қалай заманауи клиенттің қызығушылығын оятатын түрде сатуды үйретеміз, реклама жасауды үйретеміз. Яғни сіз Инстаграмға реклама деген осы екен деп тауарды просто бір простой фотоға түсіріп сақ қойсаңыз, ол клиент әкелмейді. Сіз 10 жыл бойы простой реклама жасасаңыз, ол клиент әкелмейді, сіздің тауарыңыз өтпейді. Оны тауарды өткізу үшін, сату үшін, өйткені қазір адамдардың барлығы Инстаграм ашып алды, адамдардың барлығы онлайн сатып жатыр. Сол үшін сіз олардан ерекшелену керексіз. Сіздің рекламаңыз олардан ерекше болу керек. Сол үшін тауар ұқсас, оларда да ұқсас, сізде ұқсас. Бірақ сіздікі ерекше реклама болу керек. Сонда ғана сіздікі өтеді. Сол үшін сол ерекше реклама, видео реклама, фото реклама, баннерлерді жасауды біз курс барысында екінші сіздерге береміз, үйретеміз. Үшіншіден сіз реклама жасауды үйреніп алдыңыз, сосын кейін сіз сатуды білу керексіздер. Яғни клиентке қалай сатасыздар. Яғни сіз бұрын Инстаграмда, интернетте, базарда жұмыс жасап көрмеген болсаңыз, біз сіздерге сату өнерінің 5 құпиясын үйретеміз. Яғни сату өнер деген тоже бизнес бастауға, бизнес жасауға, бизнесіңізді көтеруге, табысыңызды көтеруге көмектесетін сату. Сіз сатуды білмесеңіз, 1000 жерден тауар әкелдің не, 1000 жерден реклама жасадың не, сіз клиентпен сөйлесе алмасаңыз, тауарыңызды сата алмасаңыз, нөлге тең, сіздің еңбегіңіз нөлге тең. Сол үшін сату ол ең маңызды. Сіз егер тауарыңызды сатпасаңыз, сізге ол табыс келмейді, ақша келмейді, сіз нөл отырасыз. Сол үшін көп кісілер мен Қытайдан тауар алуды білемін, менде тауар бар деп бүйтіп теріс айналып кетеді да, бәрібір ол қанша теріс айналып кетсе де 2 жыл 3 жыл бойы солай тауарын қолына ұстап отырса да, сатуды білмесе сата алмайды да, ол табыс таба алмайды, бір орында тұрып қалады табысы. Сол үшін
Сіз онлайн бизнес жасауда сіз онлайн сатуды үйрену керексіздер. Онлайн сатуды мен мысалы Қытайда үйреніп келдім. Қытайлар өз тауарларын онлайн бүткіл дүние жүзіне сатып отыр. Мен солар қалай сатады, қалай онлайн реклама жасайды, қалай дамытып жатыр, соның фишкаларын барлығын үйреніп келдім. Және осы Қазақстанда да өзімнің опыт тәжірибелерім бар. Бизнес жасап жатқаным 2017 жылдан бастап сол фишкаларын, жақсы жерлерін, сатуды өнерін үйрететін боламыз сіздерге. Бұл сіздердің үшінші алатын құралдарыңыз. Бұл осы онлайн бизнесте болмаса болмайтын өте керекті құрал. Төртіншіден, Инстаграмды нөлден бастап дайындап, бизнес аккаунт ашып, Инстаграмды әрлеу, жүргізу, яғни Инстаграмда сіз нөлден бастап интернет магазин ашу, яғни нөлден бизнес бастау. Яғни сіз көп кісілер айтады ғой, ол нөлден бизнес бастау деген өтірік нәрсе ғой ол деп ше, көзге көрінбейтін нәрсе ғой деп сенбейді да адамдарды. Бір сондай бір идея қалыптасып қалғанда, біреу бірдеңесі ол өтірік қой деп, біреу дамып жатса, біреу істеп жатса, ол өтірік, анау таныс тамыры бар, ананың бірдеңкесі бар, сондай мындай, анаған жағымсып жүр, бүйтіп жүр, сөйтіп жүр дейді да. Адамдар көп нәрсе сол бір нәрсенің теріс жағынан қабылдайды да. Бір іс дүниеге келсе, соның кері жағынан қабылдайды адамдар ше. Біртүрлі адамдар сенбейді да, өздеріне де сенбейді. Өйткені олардың көз аясы тар, білімі аз. Сол үшін адамдар, не үшін көп адамдар негативіне болады, білесіздер ме? Автобусқа отырсаң да, көшеде жүрсеңдер де, или бір жерге барсаңыздар да, адамдардың барлығы кәдімгі бұлай қабақтары түсіп кеткен, адамға қарағандар біртүрлі, адам көрмеген сияқты бұлай жүреді да. Уже бір сөз айтып қалсаң, или аяғын басып қалсаң, уже қазір атылайын деп тұр да, адамдар уже біртүрлі негативіне болып кеткен. Не үшін олар? Өйткені олар бірінші көз аялары тең, білімі жоқ, табыстары аз, проблемалар көп. Олардың табысы аз болғаннан кейін проблема көп болады. Ақша жоқ деген нәрсе ол үлкен проблема, білесіздер ме? Сіз докторға көрінгіңіз келе ма, жақсы тамақ ішкіңіз келе ма, жақсы киім кигіңіз келе ма, жақсы байлар сияқты өмір сүргіңіз келе ма, сізде ақша жоқ болмаса оның барлығы жоқ. Сол үшін сізде проблема көп. Ішкі негативін, іштеріңіз в общем бәрі негатив. Біреу бірдеңе айтса негатив, өйткені сізде уже білімде аз, ақшада аз, табыста аз. Сол үшін адамдардың көбі негативіне қазір. Яғни халықтың жағдайы өте төмен. Біз халықтың жағдайын көтеріп, негативімізді азайтып, өзімізді дамыту үшін бірінші мына жүрегімізді, басымызды тазалауымыз керек. Ол үшін біз бірінші өз білімімізді көтеруіміз керек, көз аямызды дамытуымыз керек. Біз біліміміз көтерілген кезде біздің көз аямыз, дүниеге деген, адамдарға деген көзқарасымыз өзгеретін болады. Сол үшін біз алдымен өзімізден бастауымыз керек. Яғни біз білім алуға ешқандай бір кедергі болмауымыз керек. Өзімізді дамытуымызға, білімімізді көтеруімізге, заманауи болуымызға біз өзіміздің ішкі негативіне ойдарымызды кедергі жасамау керекпіз. Яғни көп адамдар айтады да, білім алсаңызшы, істесеңізші, үйренсеңізші, заманауи құралдарды игерсеңізші деп айтса не дейді? Менде ақша жоқ, сылтау ғой ол ақша жоқ деген. Менде ақша жоқ, менің туысқаным қосылмайды, мен одан қорқамын, істей алмаймын, білмеймін дейді да. Білмесеңіз үйретеміз, істей алмасаңыз қайталап істеңіз, тәжірибе болады. Қазір білмесеңіз, бүгін істей берсеңіз, ертең үйренесіз, істейсіз деген сөз. Сол үшін біз адамдар өзіміздің арман мақсатымызға жету үшін өзімізді дамытуымыз керек, үйренуіміз керек, істеуіміз керек. Екінші, сіздерге қазір мотивация неге түсіп кеткен екен сіздерге, ары қарай да жалғастыратын боламын. Сіздерге Инстаграмды нөлден бастауға сеніңіздер. Біз үйретеміз Инстаграмда нөлден бастап бизнес интернет ашуды. Бізге қазірге дейін 6000-нан астам шәкірт нөлден бастап Инстаграмдарын дамытып, өздеріне логотип қойып, компаниясына ат қойып дамытып, табыс тауып жатыр. Оның нәтижесі біздің осы отзывтарда тұр. Егер сенбесеңіздер, отзывтан көрсеңіздер болады. Біздің нәтижелерді көрсеңіздер болады. Тауар қалай әкеліп жатырмыз, елдер қалай өздерінің бизнестерін дамытып жатыр. Бізден оқыған кісілер айтқан сөздер бар. Соны тыңдасаңыздар болады. Сонымен қатар сіздер бесіншіден өз брендтеріңізді қалыптастыра аласыздар. Өздеріңізге Қытайдан, егер сіздер басында істейсіздер ғой, белгілі бір дәрежеге барып, белгілі бір табысқа өздеріңізді танымал етіп алғаннан кейін, арнайы өздеріңізге мынандай бренд жасатып, или сіз аяқ киіммен айналысасыз ба, киіммен айналысасыз ба, немен айналысасыз, соған сіз өзіңіздің атыңызды, компанияңыздың атын бренд жасатып алуларыңызға болады. Бізде бренд жасап беретін, ішкі Қытайда өте арзан бағаға жасап беретін зауыттар бар. Мысалы біз алдында білесіздер ғой,
Инстаграмда Еками деген бар ғой, білесіздер ма? Соның анандай кармани зарядканы өзінің брендінде конкурс ойнатып тегін таратып жүр ғой. Соның брендін біз арқылы жасатқан Еками, яғни біз олмен де біраз уақыт жұмыс жасағанбыз. Яғни ол не істеді? Кармани зарядкаға өзінің Еками деген логотипін қойдырып, прямой заводтан алды. Ол кармани зарядканың заводтағы бағасы небәрі 500 теңге. Оған логотип жасатып, бренд жасап бергенде завод небәрі 200 теңге алды. Сонымен ол 700 теңгеменен кармани зарядканы алды. Және оның өзінің оқырманына мысалы берді. Одан кейін неше дәлше сатты да. Сол үшін сіз өзіңіздің брендіңізді кейін қалыптастырып, өзіңіздің бір мысалға Nike, Adidas деп қалыптастыруыңызға әбден болады. Ол үшін сіз алдымен онлайн даму керексіз. Ары қарай дәлше сондай қалыптастырам десеңіздер, біз прямой заводтан жасап беретін заводтарды, сенімді заводтарды ұсынамыз, береміз сіздерге. Ары қарай қалай бренд қалыптастыру жағында үйретеміз. Сол арқылы сіз өз брендіңізді қалыптастырып, кәдімгі қоғамда орныңыз, атыңыз бар компания болуыңызға әрине болады. Сонымен қатар сіздер брендтеріңізді қалыптастырасыздар, сатуды үйренесіздер, инстаграмды үйренесіздер. Сосын кейін тендер дегенді білетін кісілер бар ма қазір араларыңызда? Тендер дегенді білесіздер ма? Тендер мысалға тендерді білесіздер ма? Білмесеңіздер мен сіздерге түсіндіріп жіберейін. Тендер дегеніміз белгілі бір үкімет орын, мектеп, докторхана или бір компания, олар өздерінің жаңағы өздеріне қажетті. Мысалға, қазір мына больницада мынандай кварц лампалар өте сұранысқа ие болып кетті ғой. Бұл кварц лампа қазір вирусты өлтіретін лампа, бұл кәдімгі кез келген вирусты тоққа қосып қоясыздар, өлтіреді, тазалайды. Бір бөлменің ішін тазалап тұрады да. Қазір бұны аптекалар болсын, мектеп болсын, кез келген кейбіреулер даже үйіне алып қолданып жатыр. Қазір бізде Қарағанды қаласынан Сәкен мырза осындай тендерге қатысып, өзінің осындай кварц лампадан 500 штук алып, тендерде ұтып алды да. Тендер деген түсіндіріп жатырмын сіздерге. Сосын 500 штукты ұтып алды. Ұтып алғаннан кейін бұл ұтып алған тауардың бағасы зауытта небәрі 75 юан. 75 юанлық тауарды ол кісі Қазақстанда тендерде 15 мың теңгемен ұтып алды. Себебі бұл басында бұл Қазақстанда 25 мың, 35 мың, 50 мыңнан сатты. Карантин болып алдында бір вирустар прям тарап, адамдардың бәрі тұмау болып кетті ғой. Сол кезде осы кварц лампа өте көп өтті. Біздің өзіміз көп саттық одан. Сіздер де тендерге қатысып солай жұмыс жасауларыңызға болады. Яғни прямой заводтан өте арзан бағада тендерді алуды үйренесіздер. Яғни қараңыздар, 75 юаннан алды, ол кісі тендерді 15 мың теңгемен ұтып алды. Бұл заводтағы тастапкісімен, әнемінесімен общий 5,5 мың теңге болды. Ол кісі 15 мың теңгемен тендерді ұтып алды. Ол кісіге полный заводтағы бағасын алып тастағанда, полный қалған пайдасы 9599 теңге пайда қалды. Ол кісі тендерден 500 штук тауар ұтып алды. Сонда ол кісіге қалған пайдасы небәрі деп қоям ғой, 4,799,500 теңге, яғни 5 миллионға таяу тауар ұтып алды, пайда алды. Бір тендердің өзінен қараңыздар. Бір тендердің өзінен 5 миллионға таяу пайда алды ол кісі, қараңыздар. Сіздер осы прямой заводтан тендерге қатысты тауарларды іздеп, тауып тендерге қатысып ұтып, сіздер өздеріңіздің табыстарыңызды былай 5 миллионға, даже бір айда 2 тендер ұтатын болсаңыздар, 10 миллион деген сияқты, ол тауардың жаңағы несіне байланысты, санына, бағасына байланысты солай ұту мүмкіндіктеріңіз бар дәлше. Егер сіз осы полный осы неше құрал Қытаймен бизнес, реклама, таргет рекламасы, сату өнері, және де тендер, жалпы 5 құрал, осы 5 құралды сіздер үйреніп, өз брендтеріңізді қалыптастырып, өз интернет магазиндеріңізді үйдеріңізде отырып ашып, айы кемі 5 миллион табыс табуға дайынсыздар ма? Өздеріңізді қазір сіздерге сұрақ қояйын мен. Осы заманауи интернет онлайн бизнес жасауға дайынсыздар ма? Қазір онлайн бизнес жасап, елде тауып атқан табысты тапқыларыңыз келе ма? Егер сіздер дайын болсаңыздар, мен сіздерге өте жақсы ұсыныс қоямын.
егер осы 5 құралды үйренуге, бірге дамуға дайын болсаңыздар, мен сіздерге өте үлкен ұсыныс беремін. Бұл өте үлкен бас тарту ақымақтық ұсыныс. Бұл өте керемет сіздерге, тек қана бүгінгі марафонға қатысушыларға ғана. Қазір мына жерде 52 адам отыр. Мен сол 52 адамға ғана осы ұсынысты беретін боламын. Кеттік ары қарай. Мен сіздерге жаңа кітап жайлы айттым. Енді мен сіздерге кітапты таныстырам. Ары қарай сіздерге ұсынысымды өте үлкен жақсы мүмкіндікті беремін. Ары қарай сіздерге бонустарымды беремін. Ары қарай конкурс болады. Сонымен біз бүгін аяқтайтын боламыз. Жақсы, ары қарай кеттік. Мен сіздерге қазір қараңыздар. Мен кітап шығардым дедім, өзім кітап шығардым. Не үшін? Бұл да адамдардың сұранысымен болды. Мен уже адамдарды білдім. Біздің осы 6000 шәкірт, осы 2018-дің соңынан бастап оқып атқан шәкірттер маған айтатыны, оқиды, бәрі істейді. Кейбіреулер мысалға уақытында көре алмай қалады. Оларға біз сабақты сақтап бердік, ары қарай дәлше олар уақытында істей алмай қалған кісілер бір жылдан кейін қайта келіп жатады. Мен соны жасағым келеді, істегім келеді, бірақ мен курсқа қатысып қойдым, ұмытып қалдым, или болмаса мен осы бизнесті дамытып істеп жатырмын, бірақ та мен мынандай кедергілерге ұшырадым. Мен клиенттердің мынандай сұрақтарына жауап бере алмадым. Мен мынандай банкрот болдым, или болмаса тауарым сата алмай қалдым. Бірдеңке деген сияқты проблемалар болды. Мен сол проблемаларының жолын іздестірдім. Қытай қалай ол проблеманы қалай шешіп жатыр, олар қалай ары қарай дәлше дамытып жатыр, олар ары қарай дәлше қалай өсіп жатыр, өніп жатыр. Мен соның қыр-сырларын Қытайдың бүткіл сайттарынан, бүткіл оқуларына қатысып, үйреніп, өзім 1688 деген Қытайдың үлкен сайтының атында кітап шығардым. Бұл кітап сіздердің үйлеріңізде отырып, осы курспен бірге курс оқып болғаннан кейін, егер сіздер бұл курста оқыған білімдеріңізді ұмытып, қолдану барысында бір кедергілерге ұшырап жатсаңыздар, сіздер әр қашан қастарыңыздан осы кітап табылады. Яғни сіздер осы кітап арқылы менің тәжірибем топталған осы кітаптан сіздер нөлден бизнесті төте бастайсыздар. Яғни нөлден бизнес бастаудың төте жолы осы кітапқа мен қондырдым. Яғни кітапты оқитын боласыз. Бірі курстан алған біліміңіз бар, оны практика көресіз. Еще сіз кітап қасыңызда болады. Бұл кітапта нақты не бар сіздерге көрсетейін. Бұл кітапта яғни бірінші 1688 арқылы Қытайдан Қазақстанға тауар алдыруды мен осы кітапқа қондырып қойдым, сапалы тауар алуды. Екінші, бизнес бастаудағы қорқыныш. Яғни көп кісілер айтады ғой маған, қымбат, біз оқып алдық, үйреніп алдық, бірақ сонда да бір қорқыныш тұр дейді. Кейбір кісілер айтады, бір бизнес бастап кетем деген адамдар оңай бастай алмайды. Мен білем оны, менде солай болған бұрын, бірақ маған ешкім көрсеткен жоқ ол кезде. Мен көп уақытымды кетіріп, тәжірибелеріммен кетірдім, тәжірибе жасадым, басымды анағанда соқтым, мынағанда соқтым, бірақ ең соңында мен оның жолын көрдім, оның жолын таптым да. Сол үшін адамдар бірінші бизнес бастаған кезде кететін, айтатын былай: мен бұл бизнеске салған ақшамды шығарып аламай қалмайын ба, мен банкрот болып қалмайын ба, яғни мен уақытымнан айырылып қалмайын ба, уақытымды мен кетіріп, егер маған нәтиже болмай қалса, мен уақытым кетіп қалмай ма. Екінші адам өзі уже айтады да, мен ешқандай табыс таба алмай қалсам қайтем, дәл жұмыс жасай алмай қалсам қайтем деген сияқты. Адамның мына жерінде білім болмағаннан кейін қорқады да. Ал мен соны өзімнің тәжірибемді неше жылдан бері бүйтіп жүгіріп, Қытайлардан сөз естісем де істеп кіріп, сол қалың қасқырлардың ішінде жүріп үйренген білімдерімді мен уже бұл кітапқа қондырып қойдым. Яғни адам бизнес бастап кетем деген кездегі қорқыныштан қалай арылу керек? Ол қорқынышқа арылуға қандай білімдер, қандай сенімдерді жинау керек адам? Осыны кітапты мен сіздерге осы қорқыныштан арылып, бизнесті тез бастап кетулеріңізге, тәуекелге келулеріңізге қатысты жақсы өзімнің тәжірибелерімді жазып қойдым. Яғни сіз егер бизнес бастауға қорқынышыңыз бар болса, осы кітапты міндетті түрде оқыңыз. Қытайдан тауар алуды үйренгіңіз келсе, осы кітапты міндетті түрде оқыңыз. Үшіншіден, 1688-дегі мен айттым сіздерге, қазір соңғы кезде таптым, Қытай 1688-дегі бәрі завод емес екен, ішкі завод бар екен, даже одан да арзан заводтар бар екен дедім. Ішкі құпия заводтар таптым. Мен зерттеу барысында осы құпия заводтарды қалай табуды мен осы кітапқа қондырдым.
жаздым бәрін. Сонымен қатар 7 күнде қалай нөлден бизнес бастап кетуді, алғашқы бизнесті қалай бастауды, нөлден тауар заказды қалай жинау, нөлден клиентті қалай табу керек, соның барлығын мен нөлден бизнес бастауды бұл кітапқа жаздым. Сонымен қатар үйде отырып қалай табыс табуға болады. Яғни үйде отырып өзіңіздің уақытыңызды жоспарлап, мейлі сіз бала бағып отырыңыз, мейлі өзіңіз бір жерде жұмыс жасап атыңыз, мейлі сіз доктор болыңыз, мұғалім болыңыз, кәсіпкер болыңыз, бутигіңіз болсын, сіз осы онлайн бизнесті қалай дамытып, қосымша алып дамытасыз, табыс табасыз, мен оны сізге осы кітапқа жазып қойдым. Сонымен қатар сату өнерінің құпиялары, яғни мен өзім Қытай компанияларында, Қытайда жұмыс жасадым, Қазақстанда өзім осы компаниям жүргізу барысында өте үлкен клиенттермен өте көп байланыс жасадым. Негізі клиентпен жұмыс жасаған осы бизнес саласында жүрген адамдар психолог болып кетеді бірінші, одан кейін жаңағы не болады, сатудың қыр-сырларын үйреніп алады. Сол үйренген өзімнің тәжірибелерімді мен осы кітапқа жазып қойдым. Сіз осы кітаптан осы 6 бизнес бастауыңызға көмектесетін, дамытатын, бизнес бастау барысында ұшырайтын қателіктеріңізді түзететін осы 6 құралды мен қондырып жазып қойдым. Ары қарай сіздің именно бизнеспен айналысқанда қандай тауар сату керек, қандай жұмыстар жасау керек, мен оның барлығын осы 1688 кітабына жазып қойдым. Егер сіз курстан оқып алып ары қарай дәл жұмыс жасайын десеңіздер, міндетті түрде қасыңызда осы 1688 кітабы жүрсін. Енді қараңыздар, кітапты таныстырып болдым. Кітапқа деген сіздерде бір таныс ой болды деп ойлаймын. Кітапқа қатысты сұрақтарыңыз болса, курсқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Ал кеттік ары қарай. Сұрақтарыңызға мен осы ұсыныстан кейін жауап беретін боламын. Енді мен сіздерге өте бір жақсы ұсыныс қоятын боламын. Дәл қазір, егер сіз өзіңіздің бизнесіңізді дәл қазір онлайн бизнесіңізді бастап кетуге дайынбыз деп айттыңыздар, егер сіз дайын болсаңыз, онда жаңағы Қытаймен бизнес, мен сіздерге айтқан курс бізде негізі 70 000 теңге бағасы, тендер 50 000 теңге. Басқа жерден барып оқысаңыз, тендерді сізге 50 000 теңгеге оқытады. 1688-ден тендерді қалай іздеу, қалай қатысу. Сосын таргет рекламасы, сіз басқа жерден оқысаңыз, кемі 35 000 теңгеден оқисыз. SMM, Инстаграм жүргізу, Инстаграмда интернет магазин ашуды сіз 45 000 теңгеге үйренесіз. Жай ғана SMM үйренетін болсаңыз 15 000 теңге, интернет магазин ашуды үйренетін болсаңыз, общий 45 000 теңгеге үйретеді сізге. Сонымен қатар бренд қалыптастыру. Сіз бренд қалыптастыруыңызға жақсы видео түсіру керексіз, жақсы баннер жасау керексіз, біреуге бренд логотип жасатасыз, сіз сосын кейін баннер жасатасыз, видео түсіртесіз. Сонымен қатар Қытайға заказ беріп брендіңіз жасатқанға сізге елге жасататын болсаңыз көп ақша кетеді. Ал бірақ сіз біздің курста оны өзіңіз жасауды үйрене алатын боласыз. Сонымен қатар 1688 жаңағы кітапша бар. Ол біз кітапша негізі, ол кітапшаның құны бұдан да жоғары, бірақ мен қазір халыққа қолжетімді болу үшін небәрі 15 000 теңгеге мен жаңағы 15 000 теңгеге баға қойдым. Яғни кітапқа. Бірақ бұдағы білімдер одан да көп, бірақ мен халыққа қол жетсін деп ойлаймын. Өйткені мен халықпен бірге боламын, халықпен бірге жұмыс жасаймыз. Өйткені біз басқа баға, басқа немен жүрсек, өзіміздің немен жүрсек, оған біз халыққа, яғни бір жағынан көмектесуіміз керек. Халықтың жағдайы көтерілсе, барлық Қазақстан жағдайы көтеріледі, біздің де жағдайымыз көтеріледі деген сияқты. Сол үшін екінші сату өнерін айттым мен. Сату өнерін негізі сіздер мықты сату өнерін полный үйренуші үшін 45 000 теңгеге үйренесіздер басқа курстардан. Ал вообще осы курстардың барлығын мен осы даму бизнес бастау курсында сіздерге бірден үйрететін боламын. Және де плюс кітапша болады бұның ішінде. Сонымен қатар сіздер жаңағы 5 құралды, заманауи құралды аласыздар, кітапшаны аласыздар. Полный бағасы 320 000 теңге болады. Бірақ та мен сіздерге тікелей эфирде осыншама 1 сағат уақыттарыңызды қиып, тыңдап отырғандарыңыз үшін 24 сағат ішінде төлем жасап үлгергендерге мен 40 000 теңгеге түсірдім. 320 000 теңгелік курсты 40 000 теңгеге мен сіздерге бере аламын. Ала аласыздар ма? Сіздер үшін бұл қымбат па? Бұл баға қымбат па сіздер үшін? Қазір прямой эфирде сіздер сатып ала аласыздар ма? Яғни қаржыларыңыз бар ма? Аха.
Қараңыздар, 320 мың теңгелік мынандай курсты, міне қараңыздар, Қытаймен бизнес, тендер, таргет рекламасы, SMM, нөлден бизнес бастау, бәрі кетті ғой бұның ішінде. Бренд қалыптастыру, өзіңізді дамыту, 1688-дің жаңағы кітапшасы, сату өнері 320 мың. Мен осы 24 сағат ішінде төлем жасағандарға 40 мың теңгеге бердім. Егер сізде ақша жоқ, қымбат болса, мен сіздерге ең соңғы ұсынысты қоямын. Ең соңғы ұсыныс. Бұл ұсыныс бас тарту ақымақтық, яғни тек қана қазір үлгергендерге, тікелей эфирде үлгергендерге бұл ұсынысты қоямын. Ұсынысты қояйын ба, жоқ, осы жерде тоқтатайын ба мен? Сабағымды осы жерде тоқтатайын ба, жоқ, ұсынысты қояйын ба сіздерге? Ұсынысқа дайынсыздар ма? Соңғы ұсыныс сіздерге, соңғы ұсыныс. Жарайды, мен сіздерге соңғы ұсынысымды беремін. Негізгі бағасы 320 мың теңге тұратын курсты дәл қазір тікелей эфирде төлем жасап үлгергендерге мен кітаптың бағасын 5 мың теңгеге түсірдім. Курстың бағасы менен қосып вообще екеуінің бағасы қазір қарай, 28.500 теңгеге, не бәрі 28.500 теңгеге сіздер ала аласыздар. Яғни курстың бағасын не бәрі 23.500 теңгеге түсірдім. 320 мың теңгелік курсты мен не бәрі 23.500 теңгеге түсірдім. Плюс кітап болады. Плюс осы екеуін сіз білімді аласыз. Біліммен бірге практика жасап бизнесіңізді бастайсыз. Плюс қасыңызда кітап болады. Кітапта сіз жүресіз. Кітапта қойныңызда жүреді. Кез келген уақыт ішінде сіз кітапты оқып, дәл дамисыз. Осы дамисыз, сіз қазір тікелей эфирде осы төлемді жасап үлгерсеңіз, мен сізге небәрі 28.500 теңгеге беретін боламын. Небәрі 28.500 теңге алдыңғы 10 адамға қараңыздар. Алдыңғы 10 адамға беретін боламын. Егер сіз төлем жасап үлгерсеңіз, егер сіздер осы кітапшаны алып бизнес бастауға, онлайн бизнесіңізді бастауға дайын болатын болсаңыздар, кеттік, онда мен сіздерге небәрі 10 минут уақыт беремін. 10 минут уақытта төлем жасап үлгеріңіздер. 10 минут уақытта төлем жасап үлгеріңіздер. Каспи Голд осы нөмерге болады. Осы нөмерге төлейсіздер. Қымбат Бақытбек деп шығады. Бұл біздің епі тіркелген, компанияның епі тіркелген Каспи Голды. Яғни сіздер осы Каспи Голдқа тіркеп, осы нөмерге WhatsAppқа шығып, телефонға чек жібересіздер. Сонымен сіздер осы неге қатысасыздар. Плюс кітап бар, 23.500 теңге. Бұл курстың бағасы. Плюс 4.990 теңге кітап. Кітапты міндетті түрде алу керексіз, себебі бұл сіздің мына білімді ұмытып қалсаңыз да қасыңызда жүреді. Сіз практика жасап ары қарай дамисыз ғой. Дамыған кезде сізге мынау керек болады. Бұл менің полный 8 жылдық тәжірибем, 8 жылдық барысында қателескен қателіктерімменен жеткен жетістіктеріме қалай жеттім, соның барлығын бұл полный осы кітапқа қойдым. Сіз егер нөлден бастаған болсаңыз, сіз сіз осы кітапты алып, осы 8 жылдық тәжірибені 8 күн оқып бітіріп, дәлші дамуыңызға болады.